Бүгінгі Тараз тұрғындарының арасындағы талқы транспорт мәселесі. Яғни жолаушылар тасымалдайтын көліктер талапқа сай емес. Оған қоса қызылсыздықтан асқан аялдамалар да қаптап кеткен. Бұл тек шаһарда ғана емес, қалааралық жолаушылар тасымалындағы өзекті мәселе. Сол себептен де өңірдің белсенділері арнайы жиын өткізіп, талай жылдар бойы тұрғындарды мазалаған түйткілдердің түйінін тарқатып көрді. Әріптесім Әрмен Қарай жалғайды. Қалалық қоғамдық көліктер тура бір зулаған аттракциондар сықылды. Міне қалсаң, жаныңды шүберекке түйесің. Өйткені жүргізушілер күндік ақыны еселету үшін жылдамдық көрсеткішін де қоса еселейді. Бағдаршамды ғана бағындыра алмай отқан олар заңды шегеріп тастағандай. Бола тұра жолақыда жеңілдіктер жоқ. Ал қос қала арасында қатынайтын жеңіл көліктер мен автобустардың көпшілігінің құжаттары талапқа сай емес. Бұл асыра сілтеген емес, халыққа айдан айқын дүние. Өңір белсенділері де шара аясында осыны алға тартты. И внутренних перевозок в части комфортабельности. Алматы мен Астана қаласындағы жолаушылар тасымалын көпшілігіңіз білесіз. Енді бізбен салыстырсақ, айырмашылық жер мен көктей. Мен өзім күнде қоғамдық көлікпен жүрмесем де, жағдаймен жақсы таныспын. Автобустардың жүрісі көңіл көншітпейді, іші шаң, жүргізушілері дөрекі, мәдениет жоқ. Аудаламары бар өзінің минивэн мен микроавтобустың арасындағы они конкурент. Но автовокзал анан ішіне кіргізбеу керек. Автовокзалдың ішіне жүруге бұның рұқсаты жоқ, бұл заңсыз да. Енді біз не істейміз? Біз енді бұл кісілерге түсіндірме жұмысын осы ноябрьден бері міне жарты жыл ма, 7 ай ма, 8 ай болды. Жігіттер, бұл жүруге болмайды, рұқсат жоқ. Жұмыс істемейсіңдер. Сентябрьдің 10-нан бастап жұмыс істемейсіңдер дедік. Мен түсіндірдім. Келіспейді, маған жұмыс тауып берді. Мен семьям бар, кредитім бар, 5 миллионға автобус алғам. Мен айтам, бірінші заң, для меня закон. Себебі бар, шешімі жоқ десе де тиісті тараптар транспорттағы тасымалдарды тез арада ретке келтіреміз деп уәде берді. Ал жиында талқыға түскен келесі мәселе заңсыз аялдамалар. Олар қаладағы Тәукехан мен Бауыржан Момышұлы көшелерінің қиылысындағы таксилер тұрағы. Және де ел арасында Сельпо атымен танылған аялдама. Бұдан бөлек басқа да заңсыздық орнаған жолаушылар таситын жерлер көп, тиісінше Қарашаның қозғалысына да кедергі келтіруде. Қазір күштеп көшіріп жіберсең, ояқтаған таксиің өрши береді. Оған тосқауыл қою қазір күштеп істей алмаймыз. Енді мен ұсынып жатқанымыз, біз енді қазір қандай нұсқаларды қарастырып жатырмыз. Біріншіден, тураны соның өзінің орында тұрған Жансаяның ресторанның алдындағы тұрған жерге Тараз қаласы әкімдігінің тарапынан пункт обслуживания пассажиров деген заң талабы бар. 2 орындық, 2 машина қоятын, ешкімге нежат етпейтіндей зал ожиданиясы бар деп жүрген. Бұл бір шешімді, ол қазір енді бірінші нұсқасы. Адалдық алаңында талқыға түскен транспорттар мәселесі бір мезетте шешілмейді. Процесс ұзаққа созылуы мүмкін. Дегенмен бұл біздің жоспардағы маңызды істер болып табылады деген жолға жауаптылар. Тындырлар тірліктердің бар екенін айта кетті. Ал тұрғындарды түсіністікпен қарауға шақырады.